мына жердегі столға. Үшінші. Ресурстардың ішінде виртуалды лаборатория бар. Қазір сол бойынша жұмыс жасаймыз. Оның негізгі қызметі бізде тізбек құрастырамыз. Яғни сызба нұсқасы бойынша, яғни бізге керек нәрселер сым, резистор, батарея, электр шамы және қосқыш. Яғни сіздерге берілген ноутбуктеріңізде алдарыңызда білімнің ресурсын ашып, соның ішінде виртуалды лабораториясының ішінде тізбек құруды үйрену батырмасын басып, соны ашамыз. Сіздерге тапсырма беріледі, яғни әртүрлі жалғанған параллель және тізбекті жалғанған шамдар беріліп, соны біз виртуалды лаборатория жөнінде жасаймыз. Сіздерге берілетін уақыт 5 минут уақыт, 5 минуттан кейін жұмысымызды тоқтатамыз. Vaktimiz ayakta Topladığımız жұмысымызды. Birinci top, üçüncü topun eserini tekseriyoruz. İkinci top, birinci topun eserini tekseriyoruz. Üçüncü top, sizler ikinci topun eserini tekseriyorsunuz. Жұмысымызды бастаймыз. Sizlerге берілетін уақыт 2 минут уақыт. Енді білім алушылар, сіздер есебін тексеріп болсаңыздар, енді үшінші топтың есебін бағалаймыз. Сіздер екінші топтың есебін бағалаймыз, сіздер бірінші топтың есептерін бағалайсыздар. Оны болсаңыз, сіздерге берілетін уақыт 1 минут уақыт беріліп бағалаймыз. Сіздерге берілген уақытымыз аяқталды. Енді үшінші топтың есебін бағалап кетсек. Мына жерде тоқ күшін есептегенде екі түйіндегі потенциалға тең болғандықтан мына жерде кедергіні алып тастауды ұмытып кеткен. Бұл топтың есебі барлық дұрыс. Сіздер де топашыларыңыз. Бағалап кетсеңіздер. Екінші топ жаңағыдай теңдеушеңдіктерін жазуды ұмытып кетті. Құрметті білім алушылар, бізде енді сабақты қорытындылай келе ITS ресурсын пайдаланып, Kahoot сайтымен біріктіріп, біз тест шешеміз. Қазір сіздерге алдарыңызда ноутбуктан Kahoot сайтын ашып, жүйеге кіреміз. Жүйеге кірсек, енді Kahoot сайтының жұмысын бастаймыз. Алдымен сұрақпен танысамыз. Әрқайсының кедергісі 10-15 өткіш бөлімінің тізбекті жалғанының жалпы кедергі қандай болады? Енді алдарыңызда тұрған тапсырманы белгілейміз. Сіздерге берілетін уақыт 20 секунд уақыт беріледі. Жалпы белгілеп болса, енді келесі сұраққа көшеміз. Диаметрін табуымыз керек. Тоғыз секунд уақыттарыңыз қалды.
Яғни бізде бүгін тест бойынша жинақтаған балл екінші топта 1231 балл, бірінші топта 935 балл, үшінші топта 549 ұпай жинады. Енді сабақтың соңында сабақты қорытындылай келе, енді бізде бүгін Алтынның 6 қалпағы сіздерге бүгін сабақ жайлы баяндап береді. Сол туралы тыңдасақ. Қызыл қалпақ. Бүгінгі сабақ өте қызықты ойындармен және жарыстармен өткізілгендіктен біздің көңіл күйіміз көңілді және сабақ қызық болғандықтан өзімізді сергек сезініп тұрмыз. Екінші сары қалпақ. Осы бүгінгі сабақтың жағымды жақтары көп болды және біз бірінші рет виртуалды лабораториямен жұмыс істеп, содан жақсы әсер алдық. Екінші, үшінші жасыл қалпақ. Дәл осы қарқында жалғастыра берсек, біздің сондай керемет биік белестерді бағындыруымыз сөзсіз. Алдағы болашақта идеялар дәл осындай жаңағындай көбірек ойындар өткізіп, әртүрлі балаларға қызық ететін жақтарды көбейтсек. Жақсы, ақ қалпақ. Яғни сабақ өз деңгейінде жоғары өтті. Біз теорияда қолданған дүниемізді, оны біз практика жүзінде қолдана алдық. Біз өз қолымызбен өткізгіштер жалғап, ол бізге қызықты болды. Жақсы, енді көк қалпақ, теңдеңіз. Жалпы бүгінгі сабақ өте қызықты өтті деп айтып жатыр, бәріне келісемін. Онымен қоса біздің сабақ барлық жағынан қамтыды деп ойлаймын. Өйткені біз бір жағынан тәжірибені де қамтысақ, екінші жағынан жаңағы тест арқылы біз есепті де қарап үлгердік. Яғни осы аз уақыттың ішінде бәрін сендіре алдық деп ойлаймын. Жақсы, рахмет.